Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте керемет рецептпен бөлісемін. Тойымды және балаларға да өзіңізге де бірден ұнайтын, 15 минутта дайын болатын, жеңіл тіске басар, немесе тамақ түрін дайындаймыз. Бұл тамағымызға көп затты қажет етпейді. Өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керек болады осындай лаваш қамыры. Лаваш қамырының үстіне майонез тұздығын сеуіп, және қаласаңыз кетчуп сеуге болады. Немесе кетчупты ұнатпайтын болсаңыз, жай ғана майонез жағып, оның үстінен өзіңіз ұнататын шұжықтардан пайдалануға болады. Шұжығымызды үккіштен өткіземіз. Ізінен ірімшігімізді де дәл солай үккіштен өткізіп салып жібереміз. Оның үстіне екінші қамырымызды қойып, жаңағы майонез тұздығы мен кетчупымызды сала отырып, шұжық пен ірімшікті тағы да үккіштен өткізіп саламыз. Енді жаңағы қамырымызды дәл видеодағыдай етіп орап, духовканың противеніне жайғастырамыз. Менде 2 дана шықты. 200 градуста 15 минутта дәл осылай қызарып, қытырлақ болып пісіп шығады. Дастарханға ұсынар алдында осылай кесіп ұсынсаңыз болады. Өте керемет, сырлары созылып, әдемі болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер сізге рецептің ұнаса, сізге пайдасы тиіп жатса, менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып, тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыз.